Дәл қазір мен Көкшетаудан Қостанайға кетіп бара жатырмын. Енді шынын айтайық, жол бойы міне ауылдардың басым көпшілігі қазақ ұлтына тән емес атаулар. Қанша жыл болды міне осы жердің Камин-Аборт, Рузаевка болғанына. Жарайды, қазіргі мынау саяси жағдайларға байланысты біз Петропавлдың атауын ауыстыра алмайтын шығармыз. Оны да түсінеміз. Бірақ дәл қазір осы кішкентай жерлерді ауыстыруға болады деп ойлаймын мен. Сондықтан солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақаловқа айтарым. Мысалы, аға, сіздің Ақсақал деген тегіңіз қалай өзіңізге жарасып тұр? Дәл солай тегіңізге жарасқан атаулар жерімізге де жарасып тұру керек. Не мынау Камин-Аборт деген? Жеті атамыздың қаны осы жер Рузаевка немесе Камин-Аборт болсын деп төгілген жоқ деп ойлаймын. Бұл ғана емес, біздің облыста жалпы 13 аудан бар, 190 ауылдық округ бар. Соның бәрінде де орысша атаулар бір арыстанның жалындай күжірейіп тұр ғой. Соларды қазақшаға ауыстырса, Петр мен Павлдың әруағы ренжімейді деп ойлаймын. Құмар аға, енді жаныңызға қатты тиіп кетуі мүмкін, бірақ мен сізге турасын айтайын. Абылайға датын айтқан Бұхардан менің басым артық емес өйткені. Мен қазір түгел Қазақстанда аралап жүрмін. Сондағы елдің менен сұрайтыны солтүстік Қазақстандағы басшылардың намысы бар ма дейді. Бұл жалпы біздің басшыларға ғана емес, сол жақта тұратын халықтың да намысына қатысты айтылған дүние. Тас түскен жеріне ауыр. Сондықтан тым құрыса осы кішкентай жерлердің атауларын бір өзгертсе деген өтініш қой. Егер Құмар аға, сіз мені қабылдасаңыз, мен сіздің алдыңызға келуге дайынмын. Келейін, өзімнің ойымды айтайын, пікірімді айтайын. Жалпы өкінішке орай өзіміздің елден шыққан азаматтар осы атауларды өзгертіп сондай ерлікке бара алмады. Бірақ енді Қостанайдың жігіті қостап кетті, атауларын өзгертіп осындай шаруаны бастап кетті деп, біздің өңірдің тарихында солай қалуыңызды сұраймын мен сізден. Артық кетсем, кешірім сұраймын аға, айып етпеңіз.